Біздің ғалымдарымыздың республикамыздағы микрология және вирусология институтының ғалымдарымен бірлесе жасаған тәжірибесі оң нәтиже беріп отыр. Әрине, малдың қиында тыңайтқыш қылған сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің қалдықтарынан тіпті жапырақтардан да тыңайтқыш жасау өмірде бар. Бірақ күріш сабаны мен оның қауызын органикалық тыңайтқыш ретінде іске асыру біздің ғалымдардың ғана қолымен жүзеге асып отыр. Жоғарыда атап өткен республикалық институттың ғалымдары теория жүзінде жұмыс жүргізсе, біздің Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтындағы ғылым докторларымыз оны іс жүзінде дәлелдеп жүзеге асырды. Біз қазір компосттың биокомпост дейміз, соның екі түрін жасадық. Бірінші компост 1 дегеніміз қышқыл түрі, екінші компост 2 дегеніміз қатты фазалы биоконверсиялы немесе ферменттелген биокомпост дейді. Бүгін енді біз далалық жағдайда машинамен беретін компостымыз ол екінші түрі. Ғылымның жолы ұзақ жол дейтін болсақ, оған осында анық көзіңіз жетеді. Мысалы, бір қарағанда далада жатқан сабан мен қаланың сыртында тау-тау болып үйіліп жатқан күріш қауызын егістікке себудің не қиындығы бар деуіңіз де мүмкін. Бірақ бақыласаңыз, жасалуы әуелі бай қиял арқылы ғана ойға келеді. Одан ақылды бастың дарынды миында қорытылады. Одан қағазға түседі. Сосын барып, ол кішкентай қауашақта тәжірибеге алынады. Қауашақтан құтыға, құтыдан шыныға, шыныдан банкіге, банкіден шелекке, шелектен бакке, осылай бірте-бірте ұлғая береді. Оның сыртында сандаған ғылыми есептерді қосыңыз. Қаншама қоспалардың біреуінің үлес салмағы артып кетсе, мидан шыққаныңыз минаға айналып кетуі мүмкін. Міне, қаншама төгілген тердің күні-түні тынбаған еңбектің арқасында 10 тоннадай тыңайтқыш қолға алынды. Енді оны алғашқы гектарға қуанышпен сепкен ғалымдар тағы бір жаңалықты өмірге әкелгендерін сүйіншілеп дала семинар кеңесін өткізді. Бүгін біз мына далалық семинарымыз биокомпост институт микробиология және вирусология институтымен бірге дайындалған институтта күріш қауызынан және сабаннан жасалған биокомпостты енгізу процесін көріп тұрмыз. Далалық семинарда бұл енді әр гектарға 2 тоннадан биокомпост беріліп, ол жаңағы сүдігер жырту кезінде топыраққа сіңіріледі. Бұл топырақ құнарлығының, оның қарашірігінің мөлшерін арттыруға өз әсерін тигізеді деген мақсаттамыз. Өздеріңіз бажайлап отырғандай жаңа тыңайтқыштың қолайлы жақтары көп. Біріншіден ол жергілікті өнім, екіншіден шығыны аз, үшіншіден экологиялық таза. Сондықтан келешек ол тыңайтқыштан өсіп шыққан күріш көп жағдайларда экологиялық таза өнімдерді тұтынатын балабақша, аурухана сияқты мекемелерді қамтамасыз етуге бағытталады. Ал тағы бір артықшылығы, әрине ғалымдарымыз қазір патент алу мақсатында жұмыс істеп жатыр. Заңдастырылғаннан кейін республикадан арнайы қаражатта бөлінеді, цехтар салынады. Ғылыми есебін жасап, өзіндік құнын арзандатқаннан кейін мұндай тыңайтқышты әрбір күрішпен айналысатын қожалықтар өздерінде өндіретін жағдайға жетеді. Сондықтан да мұндай жаңалықты көруге өзге өңірлерден де ғалымдар келуде. Сейчас мы находимся на полигоне полевом, где исследуется важная проблема для сельского хозяйства Кызылординской области по утилизации больших объемов побочной продукции в рисоводстве. Проблема действительно важная, и те идеи, которые здесь сейчас используются и внедряются в производство, очень важны, и в целом ожидаются большие перспективные и вложения, и результаты от вложений и исследований по данной проблеме. Тыңайтқыш қазіргі есеп бойынша 1 гектарға 2 тоннадан себіліп жатыр. Ол күзгі сүдігер жыртардың алдында себіледі де, артынша соқа жүріп топырақпен араластырылып кетеді. Нәтижесін келер жылы көреміз. Жалпы осы Қазақ күріш шаруашылығы ғылым зерттеу институтының ғалымдарының еңбегі ауыр. Мысалы, бір дақылдың сортын ойлап тауып, оны элиталық сортқа жеткізіп, тауарлы тұтынушылардың қолына жеткізу үшін қаншама жыл тер төгеді. 10-12 жылдап бір түйір дәннің ізінде жүретіндер бар. Сондықтан олар шыдамды, қарапайым. Қаншама ғылым докторлары жұмыс істейтін институттың ғимараты да жұпыны, ал сұрыптап шығарған сорттары әлемді таңғалдыруда. Олардың аттары да әсем. Ғалым Қамаладин Шермағанбетов ойлап тапқан ақ маржаннан бастап
дәмелі, нато, балшекер атты қауын сорттары, сыр аруы, іңкәр атты арпа сорттары аттарымен-ақ бұл дақылдардың біздің табиғаты құбылмалы сортаң жерімізге мойымайтынын көрсетеді. Құтты біздің қыз-келіншектеріміз сияқты. Дәулет Қырдан, Тілеген Бекарсанов, Асылбек Құлпайсанов, Шарайна. Білім беру орталығын ашуға Қызылорданың ғылыми зерттеу институтының таңдалып алынуы да кездейсоқ емес. Оған оның материалдық техникалық базасы, қаржылық жағдайы, педагогикалық құрамы да сай болғандықтан таңдалған. Қаржылық дегеніміз 5 күндік семинар оқуға келетіндердің жатын орны, 3 мезгіл тамағы осы институттың есебінен. Аты елімізге танылған білім орталығынан дәріс алуға шартараптан келеді. Өз басымыз, жеке өз басым, жеке хозяйствомыз бар, бірақ біздер пока растениетствен айналысып жатырмыз. Енді осы мәлімет алуға келіп отырмын. Мал өнім жағынан. Өте мәліметтер көп, соны ұйғарып жатырмыз. Осының бәрін ауылға барғасын енгіземіз деп ойлаймын. Білім орталығы ауыл шаруашылығының бар саласын оқытады. Мал бағудың да қыр-сыры да үйретіледі. Негізінен шаруа қожалығының жетекшілері келді, тіпті бірнеше рет келгендер де бар. Былтыр 6 семинар өткізіп, 164 адамды оқытқан орталық биыл 11 семинар өткізуді жоспарлаған. Оқу шаруашылықтарда іс жүзінде де жүргізіледі. Сонымен бірге дәріс беруге басқа аймақтардан да ғалымдар шақырылады. Бес болды. Республика бойынша үлкен облыстарда осындай білім тарату орталықтар ашылды. Орталықтардың несі жаңадан шаруашылық келетін шаруашылықтарға білім тарату. Негізі мал шаруашылықтардың негізі инновациялық технология қайсын қолдануға болады. Ары қарай селекциялық жұмыс қалай жүргізу болады. Жалпы дегенде бұл бағдарлама бойынша бәрі Қазақстанның мал шаруашылығын дамытып, экспорт потенциалын көбейту үшін істеліп жатқандығы. Қазір біз бүгін Қызылорда ғылыми зерттеу институтында сабақ беріп жатырмыз. Өткенде Балқашқа да бардық. Өзімізде бар Шымкентте білім тарату орталығы. Біз қанша дегенмен өзіміз ғылыми зерттеу жұмыспен шұғылданатын болсақ, біз өзіміздің жеткен нәтижемізді, істеліп жатқан методикаларымызды осы шаруашылықтарда шұғылданып жатқан кісілерге жеткізіп, осылай селекциялық жұмыс жүргізу керек, осылай малды сорттау керек, осылай олардың өнімін көбейту керек, қалай асыл-тұқымды малын сапасын көтеру керек. Сол мәселемен біз қазір білім тарату орталығында жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Міне осындай ғылыми жұмыстармен білгенін үйретуді қатар алып жүрген ғалымдар өздері де ізденуден тынбайды. Агроэкологиялық сорт сынау және тұқым шаруашылығы бөлімінің 2 қызметкері болашақ бағдарламасы арқылы Қытайда оқып жатыр. Ал олардың институттағы әріптестері қазір 9 шетелдік күріш сорттарын жерсіндіру жұмыстарымен айналысуда. Мысалы, мына Вито деп аталатын сортты қараңыз. Оның түрі қара, өзге күріштерден оңай айыру үшін осылай будандастырған кезде әдейі қара түс берген. Қара маржанның қауызы ғана қара, іші әппақ, ал қасиеті керемет. Оны қант ауруымен ауыратындарға және балалар тағамы үшін өсіріледі. Біздің айтарымыз, өздері де қазір 3 ғылым докторы мен 1 магистранттың ғылыми жетекшілері болып, атақ қорғауға дайындап жатқан Ыбырай Жақаев атындағы Қызылорда Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының мықтыларының ақыл ойларының жемісін жерлестері әлі де көре бермек. Дәулет Қырдан, Тілеген Бекарсанов, Асылбек Құлпайсанов, Шарайна.